Сәмина, бүгін біз өсімдіктер қалай өсетіні және қалай оларға күтім жасау керектігі туралы әңгімелесеміз. Бүгін біз жылыжаймен танысамыз. Жылыжай бұл өсімдіктерді арнайы температурада өсіретін жабық орын. Онда гүлдер, көкөністер және де басқа Өсімдіктер өсімдіктер өсіруге болады, иә? Жарайсың, тамаша. Көріп тұрғандай, жылыжайда өсімдіктер үшін арнайы жағдай жасалған. Ал енді ерекше суғару тәсілімен танысайық. Тамшылап суғару. Бұл әдіс арқылы су тікелей өсімдіктер түбіне тамшылап беріледі. Бұл су үнемдейді. Әлі өсімдіктердің түбіне зиян келмейді, Сәмина. Енді суды өзің құйып көрші. Мен су құйдым. Маңғалан су кішкентай түтік ақылы ағып жатыр. Иә, Сәмина, дұрыс айтасың. Тамшылап суғару арқылы топырақтардың ылғалдылығы тұрақты болады, иә, Сәмина? Ал өсімдіктер жақсы өсіп тұр ма жылыжайымызда? Иә. Саған ұнады ма? Иә. Енді айта қойшы, бүгін біз не үйрендік? Өсімдіктермен қолайлы жағдай жасау орны. Тамшылап суғару, суды үнемдеп, тиімді суғару тәсілі. Маған да өсімдіктермен жұмыс істеуге ұнады. Олар да біз сияқты күтімді қажет етеді.